Бәріне ассалаумағалейкум достар. Видео басталмастан бұрын каналға жазылып басқалармен бөлісе кетеміз. Хатуан шайқасы ұлы селжұқ мемлекеті мен Қарақытай мемлекеті арасындағы шайқас Қарақытайлардың жеңісімен аяқталды. Хатуан шайқасы қалай өтті? Бұл соғыстың жартысы 1137 жылы ұлы селжұқ мемлекетінің қамқорлығымен батыс Қарақанға шабуыл жасап, оларды жеңген кезде қаланды. Селжұқ мемлекеті мен Хорезм шахтары арасындағы қақтығыстардың мүмкіндігі ретінде қарастыра отырып, Қарақытай мемлекеті қарақандарға үнемі шабуыл жасай бастады. Қарақан мемлекетінің деканты сонымен қатар олардың қамқорлығындағы қараңғылық пен қаралар арасындағы қақтығыстар болды. Олар әлемде болды және олар әлемде көп болған. Осы кезде Қарақан мемлекетінің сұлтаны, селжұқ мемлекетінің сұлтаны Ахмет Сенджерден көмек сұрады. Қарақалдар олардың сұлтаны Ихил Текинге көмек сұрады. Ихил Текин де Ахмет Сенджердің қарақалдардан сұратты. Ахмет Сенджер бұл өтініштен бас тартып, әскерімен бірге Қарақытай мемлекетіне жақындады. Самарқандтың солтүстік жағында орналасқан Қатыған шөлінде 12 мемлекеттің әскері соғысқан. 1141 жылы қыркүйегінде болған. Бұл соғыстың жеңімпазы Қарақытай мемлекеті болды. Хатуан шайқасы қандай маңызды? Хатуан шайқасы арқасында ұлы селжұқ мемлекеті ыдырай бастады. Соғысқа дейін ұлы селжұқ мемлекеті соғыстан кейін айырылып, ішкі қақтығыстар мен көтерілістермен айналысып, өз билігін одан әрі жоғалтты. Жеңіспен Жайхуан өзенінің арғы жағындағы Қарақытай мемлекетіне жатқан селжұқ бүкіл аумағын жоғалтты. Армияның ұрықылығы мен күші, оның мемлекеттілігінің саяси беделі үлкен шығынға ұшырады. Осы жеңілісте Гурлу мен Хорезмшахтар көтерілісі бастады. Ислам әлемі де саяси және әлеуметтік проблемаларға тап болды. Хатуан шайқасында жеңіске жеткен Қарақытайлар енді кедергі болмаған кезде олар Самарқандты, оның ішінде бүкіл Мәуереннахрды басып алды. Бұл энстанда олар батыс Қарақан мемлекетін тұтқындалды. Хатуан соғысының негізгі себептері қандай? 1130 жылы түрік жаулары болған моңғолдардың ұрпақтары Қарақытайлардың ежелгі мемлекеттеріне болған жерлерді Ихил Текин Ташқайдың басшылығымен Қарақытай мемлекетінің құрғысы келді. Біріншіден, олар солтүстік Кита аумағында шабуыл жасалды. 2. Мұндағы сәтті нәтижелерге қол жеткізбестен олар шығыс Иран мен Мәуереннахрға шабуыл жасады. Шын мәнінде Қарақытай мемлекеті осы қозғалыстың толық экспедиция ретінде саясатты жүргізді. Тіпті олар факторы Хатуан шайқасының басты себебі болды. Селжұқ мемлекетінің соғысқа кіруіне басты себеп Қарақытайлардың тоқтату себебі. Қарақытай мемлекеті бұған жол бермеу үшін үнемі шабуыл жасап, селжұқ мемлекеті соғысқа кірді. Тіпті Қарақан мен қарлұқтар арасындағы саяси даулар Қарақытайлар мен селжұқтар мемлекетінің қатынастарына тап болуына әкелді. Декант бұл Қарақан мен қарлұқтар арасында болған оқиға. Атап айтқанда, қарлұқтар Қарақытай мемлекетіне қарақандықтарға қарсы арандатты. Қарақандықтар селжұқтарды қарлұқтарға қарсы арандатты. Хатуан шайқасы қалай аяқталды? Хатуан соғысының нәтижесінде ұлы селжұқ мемлекеті 30 мың адам шығынға ұшырады. Сұлтан Ахмет Сенджер Синердегі соғыстың соңында қашып кеткен. Оның бұйрықтарының негізінде оның әйелі Қарақытай мемлекетінде тұтқындалды. Жеңілістен кейін беделін әлсіреп Ахмет Сенджер қайтыс болған ұлы селжұқ мемлекетінің атағы толығымен бұзылды. Ұлы селжұқ мемлекеті жойылған кезде Анадолу селжұқ мемлекеті Кирман, Хорасан, Ирак және Сирияда құрылды.